Так, саламатсызбы оқушылар. Бүгінгі біздер функцияның экстрем нүктелер, яғни максимум минимум нүктелерін табуды үйренетін боламыз. Мысалы, мынандай функция берілген болса. 4x куб плюс 9x квадраты минус 12x плюс 6. Функциямыз осындай болсын, неге функция екенін білдіретін егертең болады деп жазып. Осы функция алдымен бірінші туындысын табамыз. Яғни туындысы 4x кубтың туындысы ол 12x квадраты плюс 18x минус 12 болады. Оны нөлге теңестіріп дискриминантты шешу арқылы теңдеу шешетін боламыз. 18 деген сөз. Енді мына жерде бұл 6-ға бөлінеді. 6-ға қысқартып жіберсек, теңдіктің екі жағында, сонда не болады? 2x квадраты минус плюс 3x минус 2 тең болады, 0 деген теңдеу болады. Дискриминанттан тең болады. 9 минус 4 көбейтілген 2 минус 2 көбейтілген 2 болады. Ол тең болады. 9-ға 16-ны қосамыз, сонда 25 болады. Одан түбір табылады, ол 5 минус 5 болады. Енді x1 тең болады минус 3 минус 5 бөлінген 2 көбейтілген a-мыз 2-ге тең, сонда тең болады, ол минус 2-ге тең болады. Келесі минус 2-ге тең. Аратай x2-міз ол тең болады минус 3 плюс 5 бөлінген 2 көбейтілген 2. Ол тең болады. Алымында 2 шат, бөлімінде 4 болады, сонда ол 2-ден 1 деген сөз. Аратай теңдеудің түрлерін тауып алдық. Енді мында сан үлгісін сызайық. Түбірлері 2-ден 1 және минус 2 деген. Минус 2. Үш аралыққа бөлініп тұр. Бүкіл сан үлгісі. Сол үш аралықтың ішінен біздер енді таңбасын анықтайтын боламыз. Бұл жерде таңбаны анықтаған кезде бірінші мұқият болыңыздар. Мына жерде сіздер функцияның берілген туындысын таптық қой. Таңбаны сол жерден анықтайтын боламыз. Яғни мына жерге қойып анықтаймыз. Яғни мына жерде 2-ден 1 үлкен сан, мысалы 1-ді алайық. 1-ді алатын болсақ, 12x квадрат деген кезде 12 көбейтілген 1-дің квадраты ол 12 болады, плюс 18 көбейтілген 1 ол 18, 18 12 болса 30 болады. Одан 12-ні қайтадан жазған кезде 18 деген сан шығады. Олай болса бізде 18 дегеніміз ол оң сан, сондықтан плюс деп қоямыз. Арат кеттік. Минус 2 мен 2-ден 1 арасында санымыз ол 0-ге тең болады. 0 деген сан бар, 0-ді қоятын болсақ, мына жерде ол 12 көбейтілген 0-дің квадраты 0 болып кетеді. 18 көбейтілген 0 ол 0-ге тең болады. Сонда минус 12-ні алсақ, сонда тек қана минус 12 деген сан шығады, ол минус болады. Сонда мыняға бізде қазір мына жерде минус 3-ті алатын болсақ, минус 3-тің квадраты 9 болады да, 9 12 көбейтілген 108 болады. Ал минус 3-ті 18 көбейтілген 54, 108-ні 54 алсақ 54 болады. Одан тағы 12-ні айтамыз, сонда ол оң сан шығады, сонда плюс болады. Енді аратай. Бұл нағы деген сөз. Бұл жерде x максимум ол тең болады минус 2-ге деген сөз. X минимум ол тең болады 2-ден 1-ге деген сөз. Түсінікті? Сонда функцияның экстрем нүктелерін табу үшін осындай қадам. Бірінші функцияның туындысын табамыз, оны 0-ге теңестіріп теңдеу шешеміз. Теңдеу шешіп түбірлерін табамыз. Бұл біздің түбірлеріміз, бұл кризистік нүктелер, яғни минус 2, 2-ден 1 деген кризистік нүктелер болды. Ал экстрем нүктелері ол минус 2 мен 2-ден 1 болып тұр. Өйткені бізде мына функцияны анықталу болса, барлық нақтылықтар жиыны, яғни барлық нақтылықтар жиыны. Сондықтан 2-ден 1 мен минус 2 ол максимум минимум нүктелер болады. X минимум ол 2-ден 1-дің өзіне тең болады, мына жерде тек қана 2-ден 1-дің өзі. Ал
x максимум ол тең болады минус 2 болады. Өйткені максимум дейтін себебіміз ол плюстан минусқа өтті. Ал минимум дейтін себебіміз минустан плюсқа өтті.